Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай дәмді болып шығатын пирогтың рецептін бірге жасап көретін боламыз. Салқын сары майды ұнға ұната отырып үккіштен өткіземіз. Үстіне қант сеуіп үшеуін біріктіріп аламыз. Жұмыртқа мен қаймақты салып песочный тесто дайындаймыз. Егер сіздерде песочный тесто шықпай жатса, ұндарыңыз көбейіп кетіп жатса, кішкене сүт қойып жүрсеңіздер болады. Егер бірден қамыр шығып жатса, міндетті түрде бірден қамыр жасап кетіңіздер. Үстіне ұн қосып жүрмеңіздер, ондай жағдайда пирогтарыңыз қатты болып қалады. Целлофанға салып кем дегенде 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Менде 1,5 сағаттай тұрды. Оны алып 2 бөлікке бөліп, біреуін қазір противенге жаюға оқтан көмегімен жайып шығамыз, противенге орналастыру үшін. Противенге астына орналастырамыз. Артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып, жетпеген жерлеріне қойып, сіздер тегістеп шықсаңыздар болады шаншқының көмегімен. Үстіне салмасын дайындаймыз. Творог, қаймақ, қант, жұмыртқаны салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Құйып жіберіп, үстіне жағы алып қалған қамырды осылай сәндесек болады. Жұқа етіп жаямыз. 180 градуста 40-45 минутта піседі. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк қойып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Қоңыраушаны баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.